Бүгін 90 жасқа келіп отырған мерейлі жасының игі іс-шарасын Нұр-Сұлтан қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің орталық балалар және жасөспірімдер кітапханасында не деу керек деген атпенен бүгінгі кешті ашық дейміз. Қошеметтеңіз. Енді Сәуле Әнуарбек қызымен бірге көпке белгілі сатирик жазушы ағаларымыз Көпен Әмірбек. Осы шаралардың бәрін ұйымдастырып отырған осы рухани байлықтың мекенінің басшысы Гүлбадан Сақтапбыз. Есте қалған бір сары москвич болатын. Соны айдап ауылға апарып ауылдан қалаға қайтып келе жатқанда бір жан-жаққа қарап таулар туралы айтып, қай жаңағы адамдар тұрды сол жерде, үлкен азаматтар, соларды әңгіме қылып, жаңағы өзінің басынан өткен жағдайларды айтып, күлдіріп, бәріміз сөйтіп, жол 1,5 сағаттық жол әйтеуір тез-ақ өтіп кетеді. Рухы биік, деңгейі жоғары сондай адам еді. Сондықтан болу керек, болашақ ұрпақтарымызды ойлап, мен осыларға не қалдыруым керек, мен балаларға, ұрпақтарға өлең шығаруым керек деп, әуелі Алланың бұйыруыменен, одан кейін өзі осы жолды таңдаған. Бұл балаларды өте жақсы көрді. Студенттердің бәрі барып шай ішіп жүретін көзімізбен көрдік. Өкінішке орай ол кісі ерте кетті. Балаларға сендердің жолдарың ашық болсын, дендерің сау болып, бақытты, әрқашанда өздеріңнің аңсаған армандарыңа жете беріңдер. Осы бала күннен армандасаңдар, сол арман жетелеп, армандарың орындалады, айналайындар. Әнуарбек Дүйсенбаев, Ақмамам, ер жатқанда жатпаған, мен деп тыным таппаған, бақыт үшін баланың аман сау жүр, Ақмамам. Күлімдеген көзіңнен күн мейірімі сезілген, бұл жалғанда балаға жақын жан жоқ өзіңнен. Өзің маған мият күн, сен деп таным жиятты, Ақмамамның айқайы айналайын сияқты. Күлімдеген көзіңнен күн мейірімі сезілген, бұл жалғанда балаға жақын жан жоқ өзіңнен. Қуат беріп құшағың, қанат беріп ұшамын, естіртемін алып кеп, ел білмейтін құс әнін. Күлімдеген көзіңнен күн мейірімі сезілген, бұл жалғанда балаға жақын жан жоқ өзіңнен. Көрсетемін күллелді, жарық етем түндерді, өсіріп мен сыйлаймын жұрт көрмеген гүлдерді. Күлімдеген көзіңнен күн мейірімі сезілген, бұл жалғанда балаға жақын жан жоқ өзіңнен. Ақтайлақ, асау тайлақ, ақтайлақ, мініп келем қақпайлап, желеді ол тайраңдап, жұрт қарайды қайран қап. Бала біткен шулайды, тайлақ үркіп тулайды, шөп дегенді ұқпайды, үй маңынан шықпайды. Ақтайлақ-ау, ақтайлақ, бұл қылығың жақпайды. Ақылшы мұғалім, сәбилік көңілден арнауда боланым, балуйды өмірге ақылшы мұғалім. Тіліңді аламын, айтқаныңды ұғамын, мен сенде боламын, ақылшы мұғалім. Арқаңда өзімнің адам боп шығамын, бәрі атын сөзімнің ақылшы мұғалім. Зеңгі көктен, нұрым төккен, олтақ біздің күніміз. Жайна өстен біз өмірдің гүліміз. Бал достыққа, жолдастыққа шақырады әніміз. Тыныштықта, нұр құшақта бақытымыз бәріміз. Мына балалар әдебиетінің ақсақалы сендер секілді жас болған балалар. Оларды мектепте оқыған, олар да тақпақ жаттаған. Кейін өздері тақпақ өлең жазып кеткен. Сол Әнуар аталарың қаншаға келді?
Ол қай жылы туылған? 1909 жылы. Қай күні? 25 ғасыр. Қашан қайтты ол кісі? Қайтсын. 1909. Әнұраға ата оны әлі тірі ғой. Өлеңі тірі болғаннан кейін өзі тірі бола ма? Иә. Ой, айнадай. Оның өлеңі қандай жаңа керемет? Ақ мамамы, ақ байлағы, жаңа не деу керек деп қойған? Солдат болам. Ақ мамамы қандай керемет? Ақ мамамның айғайы немене сияқты? Айналайын. Мамадан айғайда ұрысса ол ұрысқан емес, айналайын деген өмірде. Қандай керемет? Әдемі ғой. Соңын айтамыз аға бәрін. Соңын айтасыңдар ма? Міне бұл әннің сөзін кім жазған? Әнін кім жазған? Ән, музыкасы. Әсет бейсу, бәрін біліп тұр, біз немене келдіңіз жаңа? Жанар, осы атасынан тартқан, осы жанар, аумай алған. Әнар ағаның бойы 1,87 болған. Өте ұзын түрі Кавказға ұқсайтын. Мынада суретін көріп тұрсыңдар ғой, қандай керемет сұлу. Мен осы кісіні көргенде, 66 жыл қонысы бітіргенде, жаңа өлеңдерімен суреттерін өзім апарып, қолына тапсырғанда, мен 16 жастамын, бұл кісі 35 деген. Тәй-тәй қазбас, бір-екі азбас, қуамақ болсын жуамақ. Сылдырмақ, бесікте тұрады, бебешін бұлдырмақ ұрады. Сылдырмақ, сылдырлап бесікте тұрады. Бөбешім бұлдырлап, сылдырмақ ұрады. Қандай керемет. Бесікті біліп жатыр, сылдырмақты біліп жатыр. Шын ыр деген әріп көп. Сол бұлдырлап, сылдырмақ ұрады деген ырмен тіл жаттырады. Қария адам бір күні базар үшін кезікті. Сатып тұрған кірпіні бір адамға кезікті. Не сұрайсың? Деді шал. Апарайын балама. 1,5 сом берді ал. Тегі ақшаңды аяма. Саудаласты, қысылды, сұрап көрді, қиылды, ақыры қарт ұсынды 1 сом 50 тиынды. Ха. 1 сом 50 тиын ба? Сатпа, сатпа деді дауласа. Сол да ақша бұйым ба? 1,5 сом болмаса. Сонда мұндай саудаға мәз болады кірпіде. Болғады ішінен шыдай алмай күлкіге. Сауда емес бұл, дауласа. Деді сонда кірпіде. Екі қары тұр дауласа, батты қалық күлкіге. Рахмет. Қосылып қойыңыздар біздің әртістеріміз. 7-ші әсіндігі Ахмет Бажансая шалды ойнады. Номер 7-ші гимназия мектебінде 7-ші әсініп оқушысы Төлеген Арайлым кірпіні сұрады. Номер 7-ші мектеп гимназиясының 7-ші әсініп оқушысы Жүнісбек Рамазан сатушы шалды ойнады. Мен Сәбитай Рамазан 7-ші әсінібі сатушы мен мысықты ойнадым. Көзі нашар көреді, көпен деген баланың, келді бірде ол енді доқтырына қаланың. Жатып алып төсекте оқыдың ба кітапты, ол зиян деп есепті. Шам жақпастан ойланбай, дәптеріңе төндің бе. Өз қатесін түсініп, атасының еркесі. Қалды енді қысылып, қасы берді желкесін. Доқтыр осы заматта жасап берді көзайнек. Көпен отыр мазақтар, жолдастардың сөз деп. Доқтыр бәрін түсініп, қарап тұрып көпенге рецептіні ұсынып, бұлай деді кетеді. Құлаққа ілме жолдастар, академик десе де, профессор десе де. Ғалым болу намыс па, көзайнекті тастамай киіп жүрсен көшеде. Анағаны жақсы көретін бір жаңылтпашы бар.
Соны үйретіп кетейін деп отырмын да. Бәрін жаттап алыңдар. мұқият тыңдаңдар. Мұқият тыңдаңдар. Құрғанда бір жаңалықтан жаттап кетіңдер. Әне-ағаның жақсы көретіндер. Балдарғанда істеп жүргенде шыққан, соны жаттап алғанбыз. Сиырдың баласы не дейді? Ал енді бұзау ер жеткеннен кейін не дейді? Жоқ, баспақ болады. Ақ баспақ бар. Бір тарғыл тарғақ бас, ақ баспақ бар. Бір тарғыл ақ бас. Бір тарғыл ақ бас. Бір тарғыл тарғақ бас, ақ баспақ бар. Сол тарғыл тарғақ бас, ақ баспақты Сол тарғыл ақ бас мен тарғыл тарғақ бас, ақ баспақ демегенде мен тарғыл ақ кім тарғыл тарғақ бас, ақ баспақ дейді. Кейін жазып беріп жаттамаңдар, енді келгенде осы айтып тұрды, жарай ма? Біз өмірдің гүліміз осыдан 10 жыл бұрын шыққан кітап, көктем деген кітапты жақында шығардық. Бұл екі кітапта Big Dream деген баспасынан шыққан кітаптар. Бұл кітаптарды шығару үшін біраз көпшілік адам қатысты. Арасында осы Бекең художественный редактор дейді, бұл кісі суреттерді салған кісілердің бастығы. Сөйтіп айтуға болады. И Big Dream'нің баспаның директоры Абай Маран деген кісі бүгін келем деген, келе алмай қалды. Мен жүрген жерімде айтып жүрем, ол кісіге шексіз алғысымды айтам. Өйткені үлкен көмек көрсетті маған. Қазір мына кеш біткеннен кейін мен біраз кітаптарды сендерге сыйлағым келіп тұр. Адам өмірден кеткеннен кейін енді бар болған 3 жасында болдым, бірақ сол кезде мектепке келгеннен кейін адамның сол өлеңдерін жаттап, әнін айтып, содан бастап мүмкін сол кездегі адаммен өзім сондай өнер жолымен танысқан кездерім сол кезде басталды мектептен. Апаң сенің базардан алма сатып әкелді. Ең үлкенін жақсысын саған таңдап әперді. Не деп барып жеу керек? Рахмет. Бәріміз бірден қосылып айтайық. Рахмет сізге деу керек. Балалар жүр көшеде, естіледі шуайқай. Сен де шықтың көршіңді, қағып кеттің байқамай. Мұндайда не деу керек? Кешіріңіз деу керек. Осы келген бетінде допты қудың, жарыстың. Көшенің сол шетінде кезікті бір танысың. Ұмыттың сен, не деуді? Амансыз. Сәлемет сізге деу керек. Үй артында қоқысты, жатқан көктем иіліп, тазалайды қат кісі, белі зорға иіліп. Не дегенің жөн еді? Осы бүгінгі кездесуді дайындап, кездесуді өткізетін адамдардың бәріне, балалар сендерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше. Келесі кездескенше деп айтыңдар.